Роддомға осылай күшті машинамен, гүлмен, шармен келіп жатыр. Біздікілер қашан келеді екен деп өзімше мойнымды созып қарап қоямын. Сосын мінекей мына жерде уже келіп жатыр. Менің қайнапкелерім, жолдасым, 4 бала-шағам, мамам барлығы. Осы жолы барлық бала-шағаны алып кел дедім жолдасыма. Сабақтан, садиктен қалған ғой. Осы роддомға маманы шығарып аламыз деп, балаларға енді қызық қой. Сөйтіп мына Томирис деген есікті ашыңдар, мамама барам деп мына жерде өстіп тұрғанбыз. Сонымен жолдасым, сестренкам, мамам маған күшті осындай сюрприз жасаған ғой, мен білмеймін. Осындай тедди заказ берген, шарлар, күшті достарымыз келді. Күштілеп шығарып алған. Мен негізі ойлағам, тып-тыныш өзім семьямен ғана шығарып салам деп ше. Оған қайдағы торттарын, гүлдерін барлығын алып келген ғой. Неке мына жерде балалар өстіп қуанып маған қарап тұр. Мен де тұрмын мына жерде екінші этаждан қарап, сағынышымды басамай бала-шағама. Аяшка мына жерде деген шарын бермей ұстап алған ғой. Сол шарды ақыры ұшырып жіберіпті ғой аспанға. Солай осылай гүлімен жолдас машинаның алдына гүлді қойып, одан шарларды іліп, мына жерде қызымыздың атын енді есімін Ұлдана деп қойдық та, қай күні туылды, сағаты, килограммы, салмағы барлығын бойына шейін жазып, күштілеп осындай портрет қылып шығарып әкелген. Мына жерде 2 теддимен барлығы суретке түсіп, видеоға түсіріп енді боламай жатыр. Күштілеп мен мына жақтан шықтым, врачым бар, медсестрам бар жан жағымда. Сөйтіп мені алып шықты, қызды орап, осылай. Мамалар мына жерде тәттілерін алып келген ғой, торт, бір пакет қылып гүлін барлығын әкеп маған Томирис табыстап жатыр, бетінен сүйіп. Балам мына жерде блогер болып жүр, өзінше барлығын сурет, видеоға түсіріп. Алдында мен үйде кезде айтқан болатын, мен шығарып алған кезде келген кезде видеоға суретке түсіріп ал, естелік ретінде кейін монтаждаймыз деген ғой, соны естіп алған ғой балам. Сөйтіп күштілеп суретке, видеоға түсіп алдық, естелікке, шулай шок қылып мені алып шықты, осындай сюрприз жасады. Өзім шок болдым ғой, қалай ойлағам ғой, енді 5-ші бала болғандықтан тыныш қана шыға салам деп ше, өзім отбасымен, 4 бала-шағаммен деп. Сонымен сюрприздері ұнады маған.